Барлықтарыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Мына ситуацияны қарастырып өтейік. Мына жерде қиылыста реттеуші тұр, иә. Значит, бұл реттелетін қиылыс. Реттелетін қиылыс дегеніміз, ол жол белгісімен, светоформен немесе реттеушімен реттелетін қиылыстар. Енді қараңыз, мына жерде регулировщиктің положениесі қалай тұр? Мына көліктердің бағыты, мына жүк көлігі тура жүрейін деп тұр, велосипедист солға бұрылайын деп тұр. Енді регулировщиктің положениесі ол жүк көлігіне қарап және оң қолын алға созып тұр. Осы положениеде қай көліктерге жүруге рұқсат беріп тұрғанын қараңыздар. Мына ситуация апаттық жағдай пайда болды. Кім ереже бұзды? Кім жол берген жоқ? Мына жерде қараңыздар. Регулировщиктің положениесіне байланысты мына жүк көлігі тура жүре алмайды. Себебі регулировщик оған алдымен қарап қолын созып тұр. Значит, оған тек қана оңға бұрылуға рұқсат. Ал ол көлік тура жүрейін деп тұр, сол себепті оған жүруге тыйым салынады қазіргі сәтте. Ал велосипедист солға бұрылайын деп тұр. Регулировщик оған сол жағымен қарап тұр, оң қолын алға созып тұр. Значит, велосипедистке барлық бағытта жүруге рұқсат деген сөз. Ол солға бұрылады бірінші, сосын барып жүк көлігі жүруге міндетті. Келесі жағдайды қарастырайық, құрметті оқырмандар. Мынау сервис жаңағы автобекеті, мысалы автомобильдер жөндейтін жер. Сол жерден мына қою қызыл көлігіміз шығып келе жатыр. Ол шығып келе жатқаннан кейін, міне қараңыз, мына мотоцикл көлігі тура жүріп келе жатыр. Мына қызыл автокөлік солға бұрылайын деп тұр, кірейін деп тұр мына жаққа. Енді мына ситуацияда кім ереже бұзып тұр? Қараңыз, мотоцикл тура жүріп келе жатыр. Мына қою қызыл автокөлік жолға шығып жатыр. Бұл жерде ережені бұзып тұрған көлік әрине мына қою қызыл автокөлік. Себебі ол жолға шығар кезде мотоциклге жол беруге міндетті еді. Түсіндіңіздер ме? Мына жағдайда кім ереже бұзып тұр? Әрине, бұл жерде мына қызыл автокөлігіміз солға бұрылайын деп тұр. Мотоцикл тура жүріп жатыр. Значит, бұл жерде бізде мына қызыл автокөлік солға бұрылған кезде мотоцикл оған оң жақтан кедергі болып табылғандықтан ол мотоциклге жол беруі міндетті. Сонда мотоцикл бірінші өтеді, сосын барып қызыл автокөлігі бұрылады. Мына жерде кім ереже бұзды? Әрине, мына қою қызыл автокөлігі ереже бұзды, себебі ол жолға шығар кезде мына бағыттадағы және осы бағыттадағы жаңағы көліктерге жол беруге міндетті. Келесі жағдайды қарастырайық, құрметті оқырмандар. Мына екі автокөлік жолға шығайын деп тұр. Тракторымыз бізде тура жүріп жатыр. Енді мына ситуацияда кім ереже бұзды? Бұл ситуацияда бізде ереже бұзып тұрған көлік ол ақ көлік. Неге? Себебі трактор тура жүріп келе жатқан кезде ол оған оң жақтан кедергі болып табылғандықтан бірінші тракторды өткізу керек. Сосын барып өзі жүру керек. Мына ситуацияда да дәл сондай. Жасыл автокөлік тракторге жол бермеді. Мына ситуацияны қараңыздар, құрметті оқырмандар. Бізде мынау кольцо болғандықтан кольцоның шеңберлі жүріс дейміз ғой. Кольцода именно мына полосаның іші кольцо болып саналады. Түсіндіңіз бе? Мына ситуацияда кім ереже бұзды? Жасыл автокөлік кольцоға кіріп жатыр шеңберге. Ал мынау мотоцикліміз ол шеңберден шығып жатыр. Қараңыз, всегда шеңбердегі көлік басымдылыққа ие болады. Егер мына жерде арнайы белгілер тұрмаса, басымдылықты анықтайтын. Мына жерде ондай белгі жоқ. Сол себепті бірінші мотоцикл басымдылыққа ие болады. Сол себепті мына жасыл көлігіміз бізде ереже бұзып тұр. Мотоцикл автокөлігін
жүргізбей тұр. Құрметті оқырмандар, келесі ситуацияны қарастырайық. Міне мына жерде мысалы бізде мына жүк көлігіміз солға бұрылайын деп тұр, қызыл автокөлігіміз солға бұрылайын деп тұр. Ал жасыл автокөлігіміз тіке жүрейін деп тұр. Енді қараңыздар, құрметті оқырмандар, кім бірінші жүруге тиіс? Мына жерде белгілерге қараймыз, жол белгілеріне. Жол белгісі тек мына жерде біреу-ақ тұр, ол стоп деген белгі, яғни ол ешқандай басымдылық, жаңағы қиылыста кезектілікке ешқандай әсер етпейді ол белгі, қиылыстағы кезектілікке. Сол себепті оған назар аударып, сол белгі бір кезектілікті шешіп тұр деп ойламаңыздар. Мына жерде қараңыздар, ол тек мына қиылысқа келіп тұрып, сосын барып жүру керек деген белгі. Движение без остановки запрещено деген. Яғни тоқтаусыз жүруге тыйым салынады деген белгі. Сонда қараңыздар, енді мына жерде ситуацияда кім бірінші жүру керек? Мынау бізде құм жол екенін көріп тұрсыздар. Мынау асфальт. Ереже бойынша мына құм жол всегда асфальтпен не істеген кезде ол құм жол екінші дәрежеде тұрады. Сол себепті міне мынау басты жол болып саналады, значит. Түсіндіңіз ба? Бұл басты жол болып саналады, асфальт жол. Енді басты жолда қай көлік бірінші жүру керек? Жасыл немесе қызыл? Міне жасыл көлігіміз біздің тура, ал қызыл көлігіміз солға бұрылайын деп тұр. Сондықтан бұл жерде бірінші болып өтетін көлік жасыл көлік. Себебі міне қызыл солға бұрылған кезде жасыл көлік оған оң жақтан кедергі болып табылады. Сол себепті бірінші жасыл жүреді, одан кейін барып қызыл автокөлік бұрылады, сосын барып жүк автокөлігіміз солға бұрылады. Түсіндіңіздер ме, құрметті оқырмандар? Қараңыз, мына ситуацияда кім ереже бұзды? Бұл апаттық жағдайға кім кінәлі? Бұл апаттық жағдайға кінәлі көлікті біз табуымыз керек. Қараңыздар, светофорға қараңыздар. Светофор жасамайды. Енді қайда қараймыз? Жол белгілеріне қараңыздар. Мына көліктің қайда жүріп жатқанын анықтайық. Көк көлігіміз тура жүріп жатыр. Мына көгілдір көлікте тура жүріп жатыр. Кім кімге жол беру керек? Әрине, мына көк жақта жол бер деген белгі тұр. Значит, ол жол беру керек. Ал мына көгілдір көлік жақта басымдылық белгісі тұр. Басты жол деген белгі. Сол себепті көк көлік күте тұрып, бірінші көгілдір көлікті жіберіп, сосын бар өзі жүру керек. Міне осылайша, осы көлікті өткізбеген үшін мына көк көлік айыппұл алады, еще қосымша мына шығынына байланысты. Енді қараңыз, сіз всегда мен правпын деп жылдамдықпен қиылыстан өтуге болмайды. Себебі всегда осы ережені түсінбейтін адамдар табылады, мына жақтан келіп сізге соғуы мүмкін. Сол себепті всегда қиылысқа жақындағанда желательно сізге жол беріп атқанына нақ сенімді болып барып жүргеніңіз өте абзал. Түсіндіңіздер ме? Құрметті оқырмандар, жолда сақ жүріңіздер, ережені түсініп біліп жүріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Каналға жазылып, қазақша контенттің дамуына қолдау көрсетіп қойыңыздар.